Қандай салат істерлеріңізді білмей жүрсіздер ме? Бүгін осындай тещин язык жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бір баклажан қажет, 2 помидор, салат жапырақтары, жұмыртқа, панировочный сухари қажет. Бізге бір жұмыртқа аз болып қалды, сол үшін мен тағы бір жұмыртқа қостым. Жұмыртқаны осылай тұздап аламыз және баклажанымызды сол жұмыртқаға матырып, сосын панировочный сухариді аунатамыз. Сковородканы қатты қыздырып аламыз. Қыздырып алғаннан кейін май құйып, баклажанымызды екі жағынан қуырамыз. Және де начинкасына бізге майонез қажет және 2 зубчик чеснок керек. Егер ащы болады десеңіз, 1 зубчик чесногыңыз жеткілікті. Майонез бен чеснокты араластырып аламыз. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар және достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып отырыңыздар. Майонезімізді осылай чеснокпен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін помидорымызды тураймыз дағы баклажанның начинкасын істейтін боламыз. Помидорды осылай кусочектарға кесеміз. Содан кейін баклажанымызға чеснок қосылған майонезді жағып шығамыз. Листья салатаны қоямыз, помидорды қоямыз дағы осылай әдемілеп орап шығамыз. Менде дүкенде жасыл листья салата бітіп қапты, сол үшін қызыл листья салатаны алдым. Жасылмен әдемірек көрінеді. Баклажанымыз дайын. Рахмет, менімен бірге болғандарыңызға. Ас болсын.